Әр таң сайын мен ертерек ең алғашқы таңмен бірге тұрамын. Мен тұрып жаттығу жасаймын, сосын жуынамын, тісімді тазалаймын. Бәрі қалай болу керек болса, солай. Одан кейін өзіме таңғы ас дайындаймын. Қалай десем болады? Мен бұршақты жақсы көремін. Рас. Дәлірек айтсам, оны кейін жақсы көре бастадым. Ана мен әкем көкөністер пайдалы деп айтатын. Енді мен де солай ойлаймын. Тек өкініштісі, олар консервіленген. Түске жақын мен кітап оқуға отырамын. Көп оқимын. Менде кітап көп. Мен өз бетімше оқимын. Анам жақсы мұғалімдерде оттанды таба алмайсың деп айтатын. Бірақ бұл анық. 2 сағат оқу, содан кейін серуендеуге болады. Бізде үлкен терраса бар, бірақ мен кейде шатырға жүгіріп шығамын. Мұнда жақсы. Жалпы мен уақытымды күндіз көбірек өткізуге тырысамын. Түсте ешқашан ұйықтамаймын. Қыста әрине мен мүлде шықпаймын деуге болады. Және ешқашан көшеге түспеймін. Бір күні мұның бәрі аяқталады. Сонда мен ол жаққа кетуге мәжбүр боламын. Алдымен мына консервілер бітеді. Маған шамамен 1 жылға жету керек. Әкем солай деді. Сондықтан мен мұнда көп жұмсамаймын. Күніне 1 банка ғана жетіп жатыр. Суды мен жинауды үйрендім. Онымен қатты мәселе болмайды. Бір жақсысы, бізде жаңбыр сирек жаумайды. Шатырлармен жүресің, консерві жейсің. Сен жынданып кеткенсің бе? Атаң қайда қарап отыр деп сұрасаңыз, олар маған әрқашанда қарайды. Төменнен. Сол жақта көшеде. Бірақ мен ешқашан оларға қарай төмен түспеймін. Анам солай айтты. Қанша қатты қаласам да. Ешқашан далаға шықпа. Тек керек жағдайда ғана. Мен анамнан мұндай сөздерді естимін деп ешқашан сенбеген едім. Мұндай нәрсе біздің басымызға, біздің қаламызға болады деп сенбедім. Ал енді мен жалғызбын. 7-ші қабаттағы өз пәтерімде бүкіл әлемнен жабылып жалғыз өмір сүріп жатырмын. Консервілер мен галеттер жеймін. 5 айға жуық уақыт өтті. Жақсы болғаны анам оларды көп жинап кеткен. Маған әзірге жетіп жатыр. Бірақ кәдімгі тамақты қатты аңсаймын. Бір тілім торт үшін мен кез келген ақшаны төлеуге дайын болар едім. Егер менде ақша болса, әрине. Басында әрине мен қатты қорықтым. Түнде көшеде айқайлаған мақұлықтардың даусынан ұйықтау қиын болатын. Кейін мен біреу менің тереземдегі жарықты көріп қояма деп қорықтым. Сондықтан терезелерді іш жағынан қалың қара материалмен жауып тастадым. Сіз менен қыста қалай өмір сүріп жатырсың деп сұрауыңыз мүмкін. Кішкентай темір пеш бар. Әкем оны осы жерде құрастырып, түтін шығатын құбырды кішкентай терезеден шығарып қойған. Отын мен көмір подъезд баспалдағында жатыр. Кейде көршілердің пәтеріне кіріп, қандай да бір табуреткаларды сындырып аламын. Мен түнде пештің жанына ұйықтаймын. Бәрі жақсы болар еді. Бірақ бір күні тамағым таусыла бастады. Бар болғаны 12 банка консерві. Шабдалы мен бұршақ қалды. Сондықтан дүкеннің қоймасына бару керек болды. Әкем оларды ең жақын супермаркеттен әкелген еді. Мен көшеге қарадым. Төменде ешкім жоқ. Қыс бойы мен ешкімді көрмедім. Олар жоғалып кеткендей болды. Мен көшеге шығу жоспарын ұзақ ойландым. Бақытымызға қарай қаланы өз алақанымдай білемін. Дүкен жақын. Бар болғаны 600 метр. Мен таң атпай дайындала бастадым. Қолыммен аяғымды қалың журналдармен орап алдым. Фильмдердегідей. Аздап ыңғайсыз болды. Бірақ өзімді қауіпсіз деп сезіндім. Қолымда әкемнің балғасы болды. Арқамда рюкзак. Көп нәрсе алып кете алмаймын. 1-2 аптаға жететін азық табармын деп ойладым. Жазда тамақта оңайырақ болады деп үміттендім. Мен подъездің есігін аштым. Баспалдақта абсолютті тыныштық тұрды. Ұзақ уақыттан кейін бірінші рет аулаға шығуым керек болды. Жүрегім қатты соғып тұрды. Электр жарығы әлде қашан жоқ. Подъезд есігі жабылмайтын. Әкем оған үлкен ілгек орнатып қойған. Мен оны ашып, есікті итердім.
бірақ бір нәрсе оны сыртынан ұстап тұрғандай болды. Мен табалдырыққа аяғым тіреп бар күшіммен итеріп едім. Бұл өлік еді. Жерде жатып тура маған қарап тұрды. Көздері баяғыда қатып қалған. Ол қозғалмайды. Мен бұл ойдан бас тартып үйге қайтқым келді. Бірақ аштықтан өлу де жақсы идея емес еді. Аула бос болды. Көшеде бірде-бір мақұлық жоқ. Тек қардың астында жатқан денелер ғана. Олар қайда жоғалды, білмеймін. Қыс басталар алдында олар біртіндеп жоғала бастады. Мүмкін жертөлелерге кіріп кеткен шығар. Қорқынышты болды, бірақ мен ақырын өте сақ қадаммен дүкенге дейін жеттім. Көшедегі қарды ешкім тазаламаған, сондықтан да жүру қиын еді. Мен сынған терезе арқылы кірдім, шыныға баспай, дыбыс шығармауға тырыстым. Ішінде қараңғы еді, қар да көп. Мен жан-жағыма қарадым. Аспаздық бөлімі, шырындар, жарнамалар, сөрелердің көбісі бос. Сол кезде қоймаға апаратын есік тап. Онда тамақтабу мүмкіндігі әлде қайда көп еді. Бірақ есік бір нәрсемен тіреліп тұрды. Мен басымды есікке тіреп тыңдадым. Тыныштық. Басқа таңдау жоқ. Есікті ашу керек. Мен есікті ашқанда үлкен сөрелер қатарынан көрдім. Олардың үстінде қораптар тұр. Көп қорап. Неге бұның бәрін алып кетпеген, түсінбедім. Мен тезірек рюкзакты толтыра бастадым. Жарма, консерва, тунец. Жарамдылық мерзіміне де қарамадым. Аяғым дірілдеп тұрды. Мен үйіме қауіпсіз жермен қайтқым келді. Рюкзакты толтырып, бірнеше қорапты құлатып алдым. Сосын шығуға бұрылдым. Сол кезде біреу менің аяғымнан ұстап алды. Мен сөренің тірегінен ұстап үлгердім. Ол тура оның үстіне құлап түсті. Оның басы ұсақ бөліктерге шашылып кетті. Міне, неге бұл қойма жабық болған? Мұнда сол өліктердің бірі болған. Мен рюкзакты көтеріп, үйге қарай жүгірдім. Бірақ менің есігім жанында біреу тұрды. Шамның жарығында мен оның кім екенін көрдім. Бұл менің әкем еді.